Бұрынғы заманда бір патша өмір сүріпті. Патшаның уәзірі ақылды, жақсы адам екен. Сол уәзір дәм-тұзы таусылып о дүниеге аттанады. Уәзірдің артында бір баласы қалыпты. Патша баланы шақырып алып, сен маған әкеңнің орнына қызметші қылып, уәзір болуға жараймысың депті. Сіз уәзірлікке лайық көрсеңіз, әрине жараймын деп жауап береді. Сөйтіп патша уәзірінің баласын уәзір етіп қояды. Бала уәзір патшаға күн сайын 90 үйрек атып әкеледі, және қай іске жұмсаса да әкесінен артық атқарып патшаның көңілінен шығады. Күндердің бір күні бала көл жағалап үйрек атып келе жатып, 90 түрлі бедерленген жүні бар бір үйректі атайын деп оқтала бергенде үйрек сөйлеп қоя береді. Ей уәзір, атпаңыз мені, мен қиыр патшаның қызымын. Осы көлге шомылып жүргенде екі апамнан адасып қалып, содан бері жалғыз жүрмін. Егер жанымды қисаң, сенің сүйікті қалыңдығың болайын деп жалынады. Қыз бейнесіне еңсең, атпаймын деп уәде береді бала уәзір. Үйрек сұлу қыз бейнесіне еніп, судан шығып, сөйтіп екеуі үйленіп, бірге тұрып жатады. Бала уәзір келмей кеткен соң патша екі уәзіріне іздетеді. Олар бала уәзірді іздеп дария жағасындағы үйден табады. Сығалап қараса, бала уәзір отыр. Қасында бір алтын сандық жатыр екен. Бұлардың іздеп келгенін біліп, алтын сандық болып жатқан бала уәзірдің келіншегі, перінің қызы екен. Екі уәзір патшаға барып, бала уәзіріңіз сіздікінен жақсырақ бір алтын сандық құшақтап жатыр дейді. Патша бала уәзірді алып келуге жарлық береді. Қыз күйеуіне, сені патша шақыртуы мүмкін. Неше күн бойы ауырып жатқанымда көңілімді сұрауға бір кісі жібермедіңіз. Тым болмаса жолдас ақым үшін өзіңіз келіп, халімді біліңіз деп өкпеңді айт дейді. Екі уәзір бала уәзірді патшаға алып барады. Патша одан жоғалып кеткенінің себебін сұрайды. Неше күн бойы ауырып жатқанымда көңілімді сұратпағаныңызға өкпеледім дейді бала уәзір. Алтын сандық тауып, үлкен байлыққа ие болғаныңды естідім. Пәлен шаһарда 90 түрлі бедерленген жүні бар бүркіт бар. Бір жұманың ішінде сол бүркітті алып кел. Егер алып келмесең, басыңды аламын дейді ашуға мінген патша. Бала уәзір үйіне қайтып, болған жайды әйеліне баяндайды. Әйелі бір орамалға үшкіріп қалғанда орамал бүркітке айналады. Бала уәзір оны патшаға алып барады. Бұған көңілі көншімеген патша, пәлен шаһарда жүні 90 түрлі құбылған бір аю бар. Бір жұмадан қалдырмай соны алып кел. Айтылған күннен қалсаң, басыңды аламын деп әмір етеді. Бала уәзір үйіне қайтып келіп, патшаның сұрағанын әйеліне айтады. Әйелі дұға оқып, орамалды аюға айналдырып береді. Айтылған күні аюды патшаға алып барады. Патша үндеместен аюды алып қалады да уәзірлерін шақырып алып. Барса келмеске екі жол бар еді. Бала уәзірді жазалау үшін соған жіберіп едім. Тапсырған жұмысымның бәрін орындады. Ал енді сендер бірдеңе ойлап табыңдар. Соған жұмсайын. Егер тапсырған нәрсені алып келмесе, басын аламын. Келмей қашып кетсе, одан әрмен кетсін. Егер мен жұмсайтын барса келмес жолды таба алмасаңдар, сендердің бастарыңды аламын депті. Уәзірлері екі қап алтын алып, шаһарды аралап, барса келмес жолды білетін адам болса, осы алтынды береміз деп жар салады. Ешкім білмейді. Енді не істейміз деп дағдарып тұрғанда бір соқыр кісі: барса келмес жол онда бар да мұнда әкел деген жол, содан қиын жоқ дейді. Екі уәзір патшаға келіп, барса келмес жол онда бар да мұнда әкел деген жер дейді. Патша бала уәзірді шақырып алып, онда бар да мұнда әкел деген жерді тауып кел. Бір жылға дейін келмесең, басыңды аламын дейді. Бала уәзір үйіне келіп, патшаның жарлығын әйеліне айтады. Қандай залым патша еді деп мұңайған әйелі күйеуіне: онда бар да мұнда әкел адамзат жерінен таба алмайды. Мұнан былай пері шаһарын аралайсың. Саған мына бір орамалды беремін. Кісі үйіне қонғанда, кісі орамалына қолыңды
жүзіңді сүртпе, осы орамалға сүрт. Өзің келгенше осы үйде пеш болып тұрамын. Өлсең орамал өзімді табады. Содан білемін хабарыңды, деп күйеуімен қоштасып қала береді. Бала уәзір жүре-жүре бір шаһарға жетеді. Шаһарда ешбір жан көрінбейді. Тек айқай-ұйқай дауыс естіледі. Бала уәзір дауыстың қай жақтан шығып жатқанын білмейді. Көшеде жүріп бара жатқан біреуді етігімен қағып қалғанда ол талып қалады. Барлық перілер оның басына жиылып, кітапқа қарасып, адамзаттың салқыны тиген екен деп бұғып жатқан уәзірді тауып, патшасына алып барады. Пері патшасы оған жауап алады. Өз патшамның әмірімен онда бар да мұнда әкелді іздеп жүрген бейшарамын дейді. Пері патшасы малайларына, баланы тамаққа тойғызып босатып қоя беріңдер дейді. Сол кезде патшаның ханымы бала уәзірдің бетін сүртіп отырған орамалын көріп, қайдан алғанын сұрайды. Бала уәзірдің өзімдікі дегеніне қарамай, шынын айтпаса басын алмақшы болады. Бала уәзір қорыққаннан әйелімнің орамалы еді деп шынын айтады. Сонда пері патшасының ханымы: ах, дариға, көлде ойнап жүргенде кіші сіңілім жоғалған еді, соның орамалы екен ғой, не шаруамен жүрсің, айт дейді. Сонда бар да мұнда әкелді іздеп жүрмін дейді бала. Хан бабаң келсін, ол білер, осы шаһарда болса алып берермін, жоқ болса іздетермін дейді. Бірақ онда бар да мұнда әкелді. Бала уәзір бұл шаһардан да таба алмай тағы жолға шығады. Ол жүре-жүре басқа шаһарға келеді. Бұл шаһарда да көшеде кетіп бара жатқан бір баланы қағып кеткен екен. Перілер жиылып бала уәзірді ұстап патшаға апарыпты. Не іздеп жүрген адамсың депті. Өз патшамның әмірімен онда бар да мұнда әкелді іздеп жүрген бейшарамын дейді. Патша оны өзінің үйіне қонақ болуға шақырады. Ол патшаның үйіне келіп тамақ ішіп отырған кезде бетін орамалмен сүрткен екен. Патшаның ханымы: мына орамал менің сіңілімнің орамалы ғой, қайдан алдың депті. Бала уәзір шынын айтады. Томаркөлде шомылып жүргенде адасып кеткен менің кіші сіңілімнің орамалы, жұмысыңды айт, көмектесейін дейді ханым. Іздегенім онда бар да мұнда әкеледі депті уәзір бала. Хан бабаң келсін, бар болса алып береді, жоқ болса алдырып береді дейді ханым. Пері патшасы келіп мән-жайды біледі де, онда бар да мұнда әкелді, білетіндерің бар ма деп еліне жар салады. Сонда құдықтың ішінде жатқан бір бақа: мен білемін, алтын берсең айтамын депті. Патша құдықтағы бақаға алтын төгіп берген екен. Ол шеберлерге гауһардан, інжуден, меруерттен кеме жасат, сол кемемен барып әкелеміз депті. Патша айтқанын әзірлегеннен кейін бала уәзір мен бақа кемемен алыс сапарға жөнеліпті. Бірнеше күн өткен соң бақа: көзіңе не көрініп тұр деп сұрайды. Дарияның ар жағында бір қалың ел көрінеді дейді бала уәзір. Ол елдің патшасы туғалы үйіне кісі кіргізбеген, ешкіммен сөйлеспеген адам. Кемеден түскен бетіңде патшаның сарайына бар, жат жұрттан келген адам екеніңді білсін. Патшаның өзі алдыңнан шығар, сен оған сәлем бер, ол қарсы алар. Онда бар да мұнда әкелдер. Бір табақ ет пен шай алып бір жігіт жетіп келер. Bir шыны аяқ шай ішіп, екі аяқ шайыңды сол жігітке бер. Егер ол жігіт берген шайыңды ішсе, жолыңның болғаны, ішпесе өлгенің дейді де бақа дарияға күмп береді. Бала уәзір патша сарайына келгенде патша өзінің алдына шығып қарсы алып сарайға кіргізеді. Патша онда бар да мұнда әкел дегенге бір табақ ет пен шай алып бір жігіт жетіп келеді. Бала уәзір бір шыны аяқ шай ішеді де екі шыны аяқ шайды әлгі жігітке береді. Жігіт шайды алып ішіп отырған кезде патша оған: әй, онда бар да мұнда әкел. Бұл патшасынан қысым көріп жүрген жігіт екен. Сен онымен бірге барасың дейді. Онда бар да мұнда әкел ойланбастан. Тақсырым, сізге туғаннан бері қызмет етіп едім.
біреуге бір шыны-аяқ шай түгілі бір шыны-аяқ су бермейтін едім. Бұл бір шыны-аяқты өзі ішті де екіншісін маған берді. Құрметті бірдей көрсетті. Меніңше бұл тегін адам емес деп бала уәзірді кемесіне мінгізіп қоя беріп, өзі соңынан бармақшы болады. Бала уәзір дарияның ортасына жеткенде артынан жаңағы жігіт қуып жетіпті. Екеуі келе жатса алдарынан қаптаған қалың кеме көрінеді. Сонда жігіт уәзірге: «Мынау 9.000 кеме, бізді тамашаға қоршап келе жатқан керуен. 9.000 кеменің әрқайсысында 1.000 адамнан бар. Біз оларды қонақ қылайық. Егер керуен басы мені сат десе, алдыңдағы кемедегі көк сандықтың орнына сат та жүре бер. Өзің шаһарға барғанша мен де барармын. Бірақ ол сандықты ашушы болма» дейді. Екеуі 9.000 кемедегі барлық адамды бір табақ етпен қонақ етеді. Керуен басы бала уәзірге: «Мына жігітіңді сатамысың?» дейді. «Сатамын. Не сұрайсың?» «Алдыңдағы кемедегі көк сандықты сұраймын». Керуен басы үндемей жүре берген екен. Қасындағы жолдастары: «Баяғыдан бері көк сандықтың қызығын көрдік қой. Енді мына жігіттің де қызығын көрейік» деп шулапты. «Егер алып бере алмасаңдар, мен сендерге патша болмаймын» дейді. Халқы өзара келіседі. Алып береміз десек, манағыдай қырғын көреміз. Алып бермесек, патшамыз бізге қаһарын төгер. Одан да осы патшаны өлтіріп, сол уәзірді патша қояйық деген шешімге келеді де, патшасын өлтіріп, бала уәзірді патша сайлайды. Сосын көк сандықты беріп, онда бар да мұнда әкелді алып, жөндеріне кетеді. Қанша күн жүргені белгісіз, бала уәзір бір күні құрлыққа шығады. Мінерге ат, киерге киім-кешекке тамағы жоқ, бәрі біткен. Ондай ауыр халде отырған кезде онда бар да мұнда әкел жетіп келіпті. Екеуі тамақтанып, әл жинап алғаннан кейін бала уәзір: «Мына көк сандықтың не кереметі бар? Аузын ашшы, көрейік» дейді. Жігіт сандықтың кілтін бір бұрағанда жаңбыр жауады, екінші бұрағанда қар жауады, үшінші бұрағанда дауыл болып күннің көзі ашылады. Тағы бір бұрағанда қалың әскер жау қайдалап, күй тартып, барабан қағып шыға келеді. Жігіт: «Жау жоқ, жатыңдар» дегенде қайтадан сандыққа кіріп кетеді. Енді бір бұрағанда баяғы дарияның жағасында үйіне келіп, бала уәзірдің әйелі алдынан шығып құшақтай алады. Таң атқан соң қараса, онда бар да мұнда әкел тамаша сарайлар салдырып қойған екен. Патша жарқыраған сарайларды көріп, «Бұл не ғажап екен, біліп келіңдер» деп уәзірін жібереді. Уәзірлер барғанда патша өзі келсін, өзіне қараған барлық жұртын жиып келіп, тамаша көрсін депті сарайдағылар. Патша жұртын жинап сарайға барады. Патшаны биік мұнараға отырғызып, келген халыққа екеуара бір табақ ет беріп, бір кісідей күтеді. Патшаға барлық кереметін көрсетіп болғаннан кейін онда бар да мұнда әкел көк сандықты ашып жіберіп, қонақтың бәрін қырғызып тастайды. «Жау жоқ, жатыңдар» дегенде ғана әскерлер қайтадан сандыққа кіреді де, қырылған барша қонақ қайтадан тіріліп кетеді. Осының бәрін биік мұнарадан көріп отырған патша қорыққанынан үндемей үйіне қайтып келгеннен кейін елін жинап, «Онда бар да мұнда әкелді маған алып беріңдер. Егер алып бере алмасаңдар, мен сендердің патшаларың болмаймын» дейді. Халық кеңес құрып ақылдасады. Алып береміз десек, манағыдай қырғын көреміз. Алып бермесек, патшамыз бізге ашуланып дарға асар. Одан да осы патшаны өлтіріп, бала уәзірді патшаның орнына отырғызайық деген ақылға келеді. Сөйтіп патшаларын өлтіріп, бала уәзірді патша сайлап, онда бар да мұнда әкелді уәзір етіп, мамыражай тіршілік кешеді. Біреуге ор қазба, өзің түсесің деген сөз осы патша сияқты адамдарға айтылған болса керек.